Мынадай 5 түрлі адамға жолама: сараң, ұятсыз, тәкаппар, екіжүзді, надан. Сараң адам біреуге бірдеңе бере қоймайтын, қолы тар, тек өзін ғана ойлайтын қытымыр адам. Ондай адамдар қолындағы барын өзге түгілі өзінен аяйды. Қазақтай дана халқымызда өзімді алсаң ал, Құдай пейілімді алма деген нақыл бар. Міне осыдан-ақ сараңдықтың ең жаман қасиет екенін аңғаруға болады. Ұятсыз адам, сөзінде тұрмайтын, ары мен ұжданынан жұрдай адам. Ондай адам досқа да жарымайды. Осы орайда Жүсіп Баласұғын атамыздың ұятсыздық ердің емсіз кеселі және сарайдың ұятсыз адам иттен де жаман деген дана сөздері еске түседі. Тәкаппар адам өзін өзгелерден зор санап айналасындағыларға мұрнын шүйіре қарайтын адам. Дінімізде бұл қасиеттің жамандығы соншалық, жүрегінде шаңның тозаңындай тәкаппарлығы бар адам жәннат түгілі оның иісін де иіскей алмайды делінеді. Екіжүзді адам бұл барлық жаман қасиеттердің ішіндегі ең жаманы және жиіркеніштісі. Сырт көзге сыпайы әрі мейірімді көрінетін, ал қиындыққа тап болса бетпердесі ашылатын адамдар. Екіжүзді адамның мынадай 3 қасиеті бар: уәде берсе орындамайды, сөзінде тұрмайды, сөйлесе өтірік айтады, оған сенім білдіргендерді алдап кетеді. Надан адам, мұндай адам жол көрсетіп жөн айтсаң, мен бәрін өзім білемге салады. Ол адамның бойындағы білімсіздікті білдіреді. Надан адамның 3 белгісі бар: тыңдап болмай тұрып жауап береді, түсініп алмай тұрып қарсы шығады, өзі білмейтін нәрсеге үкім айтады. Сараңның етін сасыған соң сары күшік жейді. Бұл сараңнан түк дәметпе көнбейді, сортаң жерге еккен бидай өңбейді. Адамның ұяты бетінде, адамгершілігі ниетінде. Кең болсаң, кем болмайсың. Қолы ашықтың, жолы ашық. Жақсылық ағаш басында, жамандық аяқ астында. Жақсылық жүрген жерде тапшылық болмайды. Жақсылық қылсаң өзіңе, жамандық қылсаң өзіңе. Аспанға қарай оқ атсаң, қайтып тиер көзіңе. Құс жаманы саңғығыш, адам жаманы қаңғығыш. Жаман өзен өткел бермес, жаман кісі көпке ермес. Пейілі жаман кісіден көшеді, өз асын өзі жасырып ішеді. Жаман өкпелеймін деп, сыбағасынан құр қалады. Өкпеден соққан жел жаман, елінен безген ер жаман. Елге сыймас кер жаман, егінсіз болса жер жаман. Жанбаса отын жаман, жағалмаса қатын жаман. Қараспаса жақын жаман, жау алмаса батыр жаман. Шығысы жаман қамысты су ішінен өрт жалар. Пейілі жаман адамды түйе үстінен ит хабар. Жақсылықты қызғанба, бәріңізге жетеді. Жақсы болып бір жүрсең, дүние қызық өтеді. Отырам деп еріншек өлер, кісіге жақсылық қылам деп көңілшек өлер. Жамандықты көп қусаң, құтылмас пәле жолығар. Жақсылықты көп қусаң, бақ дәулетің молығар. Жақсылыққа асыққаның берекет, жамандыққа асыққаның пәлекет. Жақсыға қылған жақсылық өмірінше тозбайды, жаманға қылған жақсылық бір күнгідей болмайды. Жеті атасын білген ұл жеті жұрттың қамын жер. Өзін ғана білген ұл құлағы мен жағын жер. Айтқызған жамандықтың белгісі, қамшылатқан шабандықтың белгісі. Аз қойда айран бар, өре жоқ. Аз елде азар бар, төре жоқ. Бал ұстаған бармағын жалар. Жол ақысы жүру, кісі ақысы беру, қыз назы 40 кісіні мас қылады. Егіндікті күз суар, күз суарсаң 100 суар. Арғымақ аттың құйрығы әрі жібек, әрі құл. Ер жігіттің белгісі әрі мырза, әрі құл. Есі кеткен ешкі жинар, ешкі жинаған есін жияр. Құрметті оқырман, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де арнамызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.